Әлемдік рейтингіде еліміз кітап оқу бойынша 102 елдің ішінде 95-ші орында. Бұл шамамен бір адам жылына 2-3 кітап оқиды деген сөз. Орталық Азия мемлекеттерімен салыстырсақ, еліміз Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстаннан кейінгі орында. Ұлттың кітап оқу деңгейін төмендеуіне не себеп? Цифрлық дәуір ме, жоқ әлде уақыттың тапшылығы ма? Немесе кітап оқу әдетінің қалыптаспауы ма? Кеш жарық тікелей эфирде өмірдің өзі. Студияда мен Айсұлу Қасымова. Бүгін осы сауалдардың жауабын студия қонақтарымен бірге талқылаймыз. Арнамыздан ажырамаңыздар. Кеш жарық, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласып, үн қосып отырыңыздар. Студияның байланыс телефоны экранда көрсетулі. Зерттеулерге сүйенсек, әлемде ең көп кітап оқитын ел ол Америка Құрама Штаттары болып табылады екен. Мұнда жылына бір адам 17 кітап оқиды екен. Жалпы кітап әлемінде тағы да қандай қызықты оқиғалар бар? Біздің тілшіміз дайындаған бейнематериалдан көре отырайық. Алғашқы кітаптар қазіргі біз білетін қағаздан емес, балшықтан жасалған. Ол заманда адамдар ойларын саз тақташаларға ойып жазған. Уақыт өте келе папирус, пергамент, кейін қағаз пайда болып, кітаптың бейнесі өзгере түскен. Кітап сөзі араб тілінен енген, қазақ тіліне аударғанда оның мағынасы жазу, жазба деген ұғымды білдіреді. Бұл атаудың өзі кітаптың басты миссиясы адам ойының жазба түрінде сақталу екенін айқын көрсетеді. Қызығы сол, бүгінде дүние жүзінде қанша кітап бар екенін нақты есептеуге тырысқандар да болған. Google компаниясының зерттеушілері жүргізген талдау нәтижесінде әлемде 130 миллионнан астам тіркелген кітап бар деген қорытынды жасалған. Ал кітаптың ауқымы әрқашан шағын бола бермейді. Әлемдегі ең үлкен әрі ең ауыр кітап 1112 томнан тұратын Британия парламентінің құжаттары. Салмағы 3,5 тоннаны құрайтын бұл кітапты толық оқып шығуға шамамен 6 жыл уақыт қажет екен. Ал дүние жүзіндегі ең үлкен сөздік неміс сөздігі. Бұл сөздікте 100 деген мың сөз бен ұғым қамтылған. Кітап оқу мәдениеті жоғары дамыған елдер қатарында әйгілі бестік көш бастап тұр. Атап айтар болсақ, ақш, Үндістан, Ұлыбритания, Франция мен Италия елдері. Әлемде ең көп таралған кітаптарға келсек, алғашқы үштік өзгеріссіз қалып отыр. Бірінші орында Библия 4 миллиард данамен басылып шықса, екінші орында 820 миллион данасы жарық көрген Мао Цзедунның цитаталары. Ал үшінші орында Гарри Поттер шығармасы 20 жыл ішінде 400 миллион данамен жарық көрген. Тарихтағы ең көп кітап оқыған адам Николай Рубакин. Ол күніне 9 кітап, ал өмір бойы 200 мыңнан астам кітап оқыған. Деректерге сүйенсек, орташа есеппен адам минутына бар болғаны 220 сөз оқиды. Ал жазушы Максим Горкин минутына 4000 сөзді мүлдірмей оқи алған. Ғалымдардың айтуынша, тұрақты түрде кітап оқитын адамның сөздік қоры 2 есеге дейін артады, ал есте сақтау қабілеті 30-40%-ға жақсарады. Ал ойлау жүйесі әлдеқайда икемді болады. Кітапты том-томдап оқып жүрген бүлдіршіндер біздің қаламызда да бар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы кішкентай ғана Біржан. Бір жылда 46 кітап оқыған екен. Біржанға қошемет көрсетіп қояйық. Біржан, қош келдің. Қаламыздағы 7-ші мектепте оқисың, е? 7-ші мектепте 3-ші сыныпта оқисың. Бір жылда 46 кітапты қалай оқыдың? Сол туралы айтып берші. Микрофон жақындап тастай ғой. Әкем маған көп кітаптарды ұсынды. Немесе ағам кеңес берді. Сол кітаптарды оқыдым. Ол кітаптар маған қызық болды. Сөйтіп көп оқып, бір жылда 46 кітапқа жеткіздім. Қандай кітаптар оқыдың? Чиполлиноның басынан кешкендері, сосын Джельсомино, Суайттар елінде, Жеф Киннидің Тентек балақай, Дэйв Пилкидің Итбас, Джек Роулингтің Харри Поттер кітабын. Қазір Нарния шежіресін оқып жүрмін. Қандай? Нарния шежіресін. Клайв Стейплс Луис. Сен бірыңғай әлем жазушыларының кітаптарын оқиды екенсің, е? Қазақша оқыған кітаптарың бар ма? Қазақ жазушыларының ішінде? Я бар. Көксерек, менің атым Қожа. Сол екеу. Енді осы 46 кітапты қалай оқып үлгеріп жүрсің? Мектепте сабағың бар емес пе? Үйде көмектесетін шығарсың ата-анаңа? Қалай уақыт табасың? Мен күн сайын өзім бір сағатымды кітапқа бөліп отырам. Оны бос уақыт деп санамаймын. Күн сайын бір сағаттап кітап оқимыз. Бір сағаттап кітап оқисың, е? Басқа уақытыңды, бос уақытыңды қалай жұмсайсың кітап оқудан басқа? Бос уақытымда
ағаммен футбол ойнағанды, үстел ойындарын, шахмат, шашка, қызық фильм, кино көргенін ұнатамын. Енді қазір сенің жасындағы көп балдар мына ұялы телефон қарайды ғой. Ұялы телефон қарайтын уақытың бар ма сенің? Жоқ. Қарамайсың, телефон? Менде тіпті телефонда жоқ. Телефонда жоқ, Телефон алып бер, менде телефон жоқ деген сияқты сенде ондай сұраныс жоқ қой ата-анаңа. Тек қана кітап оқисың. Өте жақсы. Енді осы жерде Біржанның әкесі Олжас мырза келіп отыр. Олжас мырза, өзіңізге сұрақ. Кітап оқу әдетін, жалпы кітап оқу мәдениетін отбасыларыңызда қалай қалыптастырдыңыздар? Мен мысалы Біржанға қарап қуанып отырмын. Өзіңізде қарап отырсам өте жас әке екенсіз. Осындай құндылықты қалыптастыру бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Жаңағыдай қазақта айтады ғой, қариясы бар үй, қазынасы бар үй деп. Біздің үйімізде бұлардың әжелері бар. Сол кісі кішкентай кезінен ертегі оқып, кітаптар оқып беріп, сөйтіп 3-4 жастарынан кітапқа деген ынталарын ашқан сол кісі. Кейін біз бұл құлшыныстарын, бұл ынтасын тек ұстап қалуға тырыстық мамасымен бірге. Біздің ең бірінші жасаған нәрсеміз ол кішкентай кезден балдарға телефон мүлдем бермейміз деп сөйтіп шештік, және сол ұстанымды әлі күнге дейін ұстанып келеміз. Сол көп әсер етті деп ойлаймын, себебі смартфон, гаджеті жоқ балада уақыт көп болады. Яғни көп уақытты негізі сол телефонға алатын. Сол уақыттың барлығын жаңағыдай кітап оқуға немесе бір пайдалы кино көруге, сондайға жұмсаймыз үйде. Үйде белгілі бір Біржан өзі де айтып жатыр ғой, 1 сағат уақыт бар, бізде кітап оқу уақыты деп аталады. Барлығымыз сол кезде телефондарды алып қойып, тек 1 сағат отбасымызбен кітап оқитынымыз бар. Неше балаңыз бар отбасында? Менің 4 балам бар. Біржан екінші бала, жасы 8-де, үлкені 10-да. Одан кейін 2 қыз бар, 6 жасар, 3 жасар. Мен сол Ақылжан негізі ең көп кітап оқыған, сол 150-160 шақты кітап оқып тастады. 10 жастағы балаңыз ба? 10 жастағы балам. Ол сол кітап оқуды сол Харри Поттердан бастады. Харри Поттердің 7 томын бір 3 айдың ішінде бітіргені бар, 2-ші классында. Кейін сол кітаптарды сатып алып бере бердім. Яғни үйде сөре жасап қойдым балаларға арналған. Себебі бұларда енді смартфон, гаджет ештеңе қолданбайтын болғандықтан тек кәдімгі баспадан шыққан кітаптарды ғана оқиды. Сол сөре енді қазір жайменде Біржанға өтіп жатыр. Енді бұйыртса Біржаннан кейін Жасмин деген қызым өсіп келе жатыр. Енді соған мұра болып қалады деп ойлаймын сол кітаптар. Яғни ол сөрені әрдайым көбейтіп кітаптарды алып жатырмыз. Ақылжанның кітаптарын Біржан оқып жатыр дейсіз? Ақылжаннан мұра болып Біржанға қалып жатыр. Енді бұйыртса Біржаннан Жасминге қалады, одан кейін ол кішкентай қызға да қалады деп ойлаймын сол кітаптар. Біздің ата-аналардың үлкен мәселесі ғой осы. Сіз енді ата-аналарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз осы балаларды кітап оқуға үйрету үшін? Ең бірінші нәрсе ол сол смартфон, гаджеттардан баланы аулақ ұстау. Балаға керек емес, негізі мектеп оқушыларына смартфон, гаджеттің керек емес мүлдем. Бірақ енді сол смартфон, гаджеттің ар жағындағы дүние, интернет барлығы біздің баланың назарын алып кетіп жатыр да. Яғни ата-ана былайынша айтқан кезде сол смартфон, гаджеттарға жеңіліп қалып жатыр баланың назарына алудан. Сол смартфондарды егер тыйса баланы, ода жаңағыдай көп уақыт болады, және сол көп уақытты ата-ана толтыра алады деп ойлаймын, пайдалы дүниемен. Тағы бір нәрсе, сол кітап сөресі міндетті түрде болу керек, баланың көз алдында әрдайым кітаптар болу керек. Бала кітапты таңдап оқи алу керек ол жерден. Мынандай нәрсе бар, адамның 5 сезім мүшесі бар ғой. Кітап оқыған кезде сол 5 сезім мүшесінің барлығы қосылу керек дейді. Сол үшін да электронды кітаптар бар ғой, электронды кітаптар. Олар ол сезімдердің бәрін бере алмайды. Яғни кітапты біз көреміз, жүргізіп оқимыз, дауыстап оқимыз, құлақпен естиміз, сосын парақтаған кезде дәмінде көреміз, иісін иіскейміз. Балаларда Ақылжан мен Біржанда қазір мынандай дәстүр бар, жаңадан кітап келген кезде ашады да, ең бірінші кітаппен танысу церемониясы дейді өздері, алып иіскейді ортасынан. Яғни иіскеу, соның барлық сол 5 сезім мүшесінің бәрі қосылған кезде кітап жұғымды, сіңімді болады балаға. Өте рахмет. Сіздер өздеріңіз анасы екеуіңіз қаншалықты кітап оқисыздар? Біз енді дәл Ақылжан, Біржан сияқты көп оқи алмаймыз, бірақ тырысамыз. Өйткені
бала негізі баланы тәрбиелемеу өзіңді тәрбиеле дейді ғой, біз көріп өседі балдардың барлығы. Сол 1 сағат уақытта осылармен бірге отыруға тырысамыз. Енді анасының көп уақыты бола бермейді, бірақ мен осылармен бірге өткіземін. Барлығын кітаптарыңызды алып отыра қаласыздар, 1 сағат кітап оқисыздар. Біржан, 1 сағатта неше бет оқисың? 1 сағатта шамамен 30-31 бет оқимын. 30-31 бет оқисың, жарайсың. Енді осы қандай кітап оқығың келіп жүр қазір? Іздеп бір қалап оқығың келіп жүрген кітабың бар ма? Қазір осы Нарния шежіресін бітірген соң шок әлем еңбегін бастағым келеді. Маған қызық көрінді. Ең басында кіріспесін оқыдым келген кезде. Бірақ әлі бастаған жоқпын. Сен классыңда балалар, сыныптағы балалар кітап оқи ма? Кейбіреу оқиды, бірақ олар кітапханадан ала оқиды. Кейде менен сұрайды, қандай кітап оқып алатын. Кеңес сұрайды. Мен оларға айтам. Кеңес сұрайды, иә? Рахмет. Негізінде енді осы баланы кітап оқуға баулуда ата-ананың орны, рөлі ерекше ғой деп ойлаймын өзім. Өйткені менің де бала кезімде осы кітап оқуға мені машықтандырып, үйретіп, сондай әдетті қалыптастыруға ата-анамның үлкен рөлі болды. Менің сол кітап оқудағы ұстазым, өзімнің әкем, бүгін біздің студиямызда қонақта, Жұмабай Байжанұлы. Бұл кісі енді шын айтқанда бізді кітапқа қалай тәрбиеледі. Кітапты бізге сатып әкеп беретін. 3-ші сыныптан бастап біз кітап оқи бастадық. Ауылдың кітапханасына барамыз. Кітапты көп қылып, тау-тау қылып үйге әкеліп, сол кітапты оқып тастап, тез бітіріп, тез апарып тастап, келесі кітапты оқитын сондай бір құштарлықпен оқыдық кітапты. Және де кейін есейе келе жоғары кластарға 5-ші, 6-ші классқа барған кезімізде әкеміз бізге кітапты арнайы сатып әкеліп, ішіне өзі әрқайсымыздың атымыз жазып, өзінің тілегін қалдырып, солай кітапты бізге кітапты сүюді, кітапты оқуды үйреткен кісі осы студияда қонақта. Енді қазір өзі жасы 80-нен асты да, бұл кісі әлі кітап оқуды өзі жалғастырып келе жатыр. Бір күнде болса қолынан кітабы түскенін көрген емеспін. Қазір қандай кітап оқып жатырсыз? Қазір енді мынау ең соңғы әкеп өткен Әбіш Кекілбаевтың қандай кітабын оқып жатырсыз? Аңыздың ақыры деген романы менен, сосын әңгімелері, сосын хикаяттары жөнінде кітаптар оқыдым. Енді оқып болдым, енді ертең өткізуге дайындалып отырмын. Қалада қай кітапханадан алып оқисыз кітаптарды? Менен бұрын Пушкин кітапханасынан алатын едім кітап, кейіннен жанымызда 20-ші кітапхана ашылды, филиалы. Онда әдеби кітаптардың қоры жеткілікті, сосын оны жанындағы қызметкерлер де өте сондай жақсы келген оқырмандарға өзі көп құрмет көрсетіп, кітаптарды таңдап беруге, соны бәріне саған көмектесіп отырады. Сонан алып тұрам, енді айына алынғанда бір 3 кітап алам, соны бір айда жайменен оқып бітірем ғой. Енді бұрынғыдай тез оқи алмаймыз, қазір көзіміз шамалы нашарлау, сондықтан бір 20-30 бет оқимыз да демалып, сосын тағы да бір айналып келіп сөйтіп. Бірақ енді мына кітап оқыған сайын шамалы демалып қалам да, мен сондай бір жақсы. Басқа сырым ойламаймын, шәсе. Телевизор көп көрмеймін, сотка ұстамаймын, арада шақырған кезде сондай жатыр. Енді шамамен есептеп көрдіңіз ба, өткен жылы қанша кітап оқыған екенсіз? Енді 30-40 кітаптай оқыдым ау деймін. Ең көп дегенде. Өйткені 3-4 кітап алам айына. Сосын оны өзім оқығаннан кейін жақсы болса, кемпірім бар үйде. Сосын келіндерім айтамай, мына кітап тартымды екен, шамалы көріңдерші деп. Сосын соларда қызықтырып бір-екі әңгімелерін, я бір эпизодтарын айтып берем. Сосын олар алып оқиды, сосын апарып қайтадан кітапханаға өткіземін. Сізге қандай кітаптар оқыған ұнайды? Маған енді көбінесе бұрын романдар оқитын едім. Қазір енді әңгімелер, хикаяттар сол жағына көбірек мән беріп жатырмын. Негізінен енді мықты журналистердің, авторлардың кітаптарында алып арасында оқимын. Тарихи кітаптар, е? Мысалы, Совет ненің кімнің Әбіш Кекілбаевтың кітаптарын оқып жатырмыз. Сосын жағы Шерханның кітаптарын оқып жатырмыз. Сосын есіме тағы тоқтап қалдым. Тағы да Досаевтың кітаптарын, сондай кітаптарды оқып. Жақында осы Рафаил Ниязбековтың Көсем деген кітаптарын оқыдым. Жалпы сондай жақсы ұнап жатыр ол кітаптар. Енді кітап оқығанда сіздің өзіндік бір әдіс тәсіліңіз бар ма? Кітап оқығанда мен тыныштау бөлмеге барып оқығанды жақсы көремін. Сол кезде ана өзім шаршап отырсам да, ана кітапты оқыған кезде тыныштықта, сосын барып миыма көбірек шамалы қонымды болады.
Ал шулап жатқан жерде оқып жатсам, онда ешқандай не оқып жатқанымды өзім білмеймін, сондай жағдайда. Ана тағы да бір блокнот ала кепсіз. Енді кітапты оқығаннан кейін немерелерім бар, ұрпақтарым бар. Бірде болмаса бірде бір нәрсеге керек бола ма деймін да, соған өзіме ұнаған жерлерді, ұнаған цитаттарын, ұнаған жаңағы мақал мәтелдерін, болмаса бір оқиғаларды мына арнайы дәптеріме жазып қоямын. Сосын кейде қараймын, кейде еске салып. Көруге бол ма? Қазір көрейік. Расында да мен осыдан бір 15 шақты жыл бұрын Айдарлы ауылында тұратын бір атаны кітап оқиды екен. Ол кісі де зейнеткер, ол кісі қазір өмірден өтіп кетті. Кітап оққан кітаптардың бәрін дәптерге жазып жүреді екен. Ұнаған афоризмдерді, ұнаған сөздерді, соларды. Сол кезде, маған кезінде сол кісі бір дәптерін сыйлаған. Сол дәптерді кейін қарап, осы кезге әлі қарап отырам. Ішінде көптеген мағлұматтар, керемет нелерді көруге болады екен. Қазір енді мына жерде бір неме көзіме түсіп кетті. Қазақта 3 нәрсе қасиетті дейді. Шаңырақ, босаға, дастархан дейді. 3 мін дейді. Жалқаулық, аңқаулық, дарақылық. 3 сырқат, бақталас, тақталас, қызғаншақ дейді. Көрдіңіз бе? Мысалға, кітап деген бір үлкен қазына ғой бізге. Кітап деген жаңағы ақылына ақ сұрамайтын қазынамыз ғой біздің, көрдіңіздер ғой. Мінекей осындай қылып оқып, оны осылай жазып қоюдың өзі бір үлкен бір энциклопедия деп ойлаймын. Мінекей кітабыңыз таусылмасын, кітабыңызды оқи беріңіз, осылай жазып қалдыра беріңіз. Енді біздің тілшілеріміз қала көшелеріне шығып, осы көпшілік кітап оқи ма деген сауал төңірегінде зерттеу жүргізген болатын, тыңдайық. Кітапханаға жиі барып тұрам. Өзімнің машықтанған пәнім ол генетика, сондықтан Бурымбетованың генетика деген оқулығын оқимыз. Сабаққа пайдаланушы материалдарды жаңартылып қосылған қандай материал бар екен, соны қараймыз. Соңғы рет өзім әріптесімнен алдым. Қаныш Сәтбаевтың «Ғылыми майдан» деген кітабын алып, соны қазір оқуды бастадым. Біздің өзіміздің арнайы қыздардың клубы бар, кітап оқырмандар. Сол жақта айына 2 кітап ұсынылады. Біреусі заманауи кітаптар, екінші тарихи кітаптар. Мен көбіне өзім тарихи кітаптарды оқығанды ұнатамын. Оның ішінде соңғы оқыған кітабым Мұхтар Мағауиннің кітабы. Кітапханаға жиі барамын. Егер маған осындай көне кітаптар керек болатын болса, әсіресе облыстық кітапханада абонементтен алуға болады. Сол жақтан аламын. Заманауи кітаптарды оларды бөлек сатып аламын. Менің атым тағы басқаларды оқимын. Соңғы бір жылда жалпы бұрынғымен негіз салыстырғанда кітап өте аз оқып жүрмін, шыным керек. Жалпы кітапханаға бару жағы да сиреп кетті, бірақ соңғы осы 1-2 айда оқығаным «Сен мен» деген Азамат Сқақовтың кітабы бар. Жалпы бұрыннандай көп әдеби шығармалар нер оқитын едім. Мысалы «Махаббат қызық мол жылдар» деген сияқты. Қасым кітап баспасының кітаптарын оқитын бұрын көп. Бірақ соңғы оқығандарым осы психологиялық шамалы. Кішкене осы заманауи көзқарастағы біліміңді, көкжиегіңді кеңейту үшін жаңағыдай «Сен мен» секілді кітаптар оқып жүрмін. Соңғы рет осы «Ел тұлға» деген кітап оқыдым. Онда Домалақ ана, ұлы тұлғалар несін оқып шықтым. Кітапты көп болды оқымағаныма, өтірік айта алмаймын енді, біраз болды. Күнделікті кітапханаға барам деп айта алмаймын. Ер азаматқа негізі біріншіден маңызды кітап ол «Ұшқан ия», Бауыржан Момышұлы. Бас аяғынан оқып бітірдім. Жаңағы Момыш Бауыржанның өмірін, қиындығын, жалпы оны оқыған адам есет, ер азаматтың жалпы оқуға құштарлығы артады. «Будь лучшей версией себя» деген орысша. Сол кітапты оқығам. Ғылыми кітапханаларға көп барам. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бізге қоңырау шалып, өз ойларыңызды қосып отырыңыздар. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз, немесе қандай кітап оқып жатырсыз? Біз сіздерді тыңдауға әзірміз. Студияның байланыс телефоны экранда көрсетулі. Енді осы біздің қаламызда кітап құрттары деген ұйым бар. Құрылғандан 5-6 жылдан асып кетті. 7 жыл болды. Мінекей кітап құрттары өте үлкен ауқымды ұйым. Осы жастардың арасында кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға жұмыс жасап отырған. Ізбасар келіп отыр, клуб жетекшісі. Ізбасар, енді айтшы, біз жаңа айтып кеттік, Қазақстан кітап оқу деңгейі бойынша төменгі орында деп. Оның қалай біз көтере аламыз, қандай жағдай оған бізге жетіспейді кітап оқуға? Сенің ойың қалай?
Қайырлы кеш. Бірінші кезекте осындай бағдарламаға шақырғандарыңызға әсіресе кітап туралы осындай талқылау жүріп жатқанына мен өзім қуаныштымын. Енді сіздің сұрағыңызға келер болсақ, менің тізіп берер себептерім де көбірек, ұсыныстарым да көбірек, оның бәрін жеке-жеке айтар болсам. Негізінен жалпы кітап дегеннің өзінің түсінігіне қарап көрейікші. Кітап бізге не үшін керек? Біз неге кітап оқыған адамды негізінен артық көреміз және пайдалы деп санаймыз. Жаңағыдай медициналық тұрғыдан, оның біліміне әсер ететін тұрғыдан пайдасы бар. Оған ешкім дауласпайды. Бірақ енді былай қарасақ, кітап оқитын адам мен кино көретін адам, немесе әртүрлі ойындар ойнайтын адам, оның бәрі қызығушылық. Бірақ неге біз дәл осы кітапқа көбірек фокус береміз? Себебі бірінші кезекте бұл кітап оқу ойлану. Енді оған қоса енді ойлану біздің өміріміздің бір бөлігі. Сондықтан мен мына ойға қарсымын. Кітапты біз өмірдің бір бөлігі ретінде қарастыру керекпіз. Ол бір әдет, рутинаның бір үнемі бізбен бірге жүретін дүниесі. Яғни оны бір атаулы күндерде емес, немесе бір арнайы бір мерейтойларда емес, ешқандай, сән үшін, мода, тренд, сториске салып қою үшін емес, ешқандай ондай атаулы күндерсіз, жай ғана ол кітап бар, сен қалай ауа жұтасың, қалай тамағын ішесің, дәл сол секілді, егер ойлануды доғарғың келмесе, кітапты да өзіңнің бір өміріңнің ажырамас бөлігі ету керексің. Дидроның сөзі бар ғой, кітап оқуды қойған адам ойлауды да қояды деген. Міне, осы қарапайым адамның өміріндегі бір бөлігі. Окей, енді бізге түсінікті. Бірақ бізде неге біз онда 97-ші орыннан тап болдық деген сұрақ пайда болады ғой. Мен енді өзім бұл сұраққа бұлай жауап берер едім. Мысалы, біздің кітап құрттарының клубтың жалпы форматына келер болсақ, ең базалық түрде біз аптасына бір жиын өтсеміз. Ол ешқандай мерекеге, бір кітап сыйлау күніне, немесе жалпы бір жылда келетін өзі бір 2-3 мейрамы бар кітаптың жалпы. Ол 14-ші ақпан, 26-ші сәуір кітап күні халықаралық, сол күндерге байланысты емес. Ол әр сенбі өтеді, болды. Яғни ол ешқандай бір мерекеге байланбаған. Солай әдет қалыптастыру керек. Бізде қалай? Негізінен науқаншылық көп. Reading Club десеңізші, әр сенбі. Жалпы науқаншылық деген дүние осы кітап саласында әсіресе кең көңілсіз табады. Себебі жаңа атап өткенімдей, бір жалпы етіп көзге көріне қалатын кітаптың осындай сәттері бір санаулы жылда. Клубтың қанша мүшесі бар? Дәл қазіргі таңда бізде жалпы 100-ден астам мүшеміз бар. Оның ішінде жастарды да қамтып жатырмыз. Олардың бәрі кітап оқитын фанаттар ма, нағыз? Олардың барлығы кітап оқиды, тек кітаппен қатар фильм де алып жүреді. Сондай өздерінің жеке қызығушылықтары бар жандар. Ізбасар, сіздің сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлематсыз ба? Саламатсыздар. Мен кітапты жақсы көретін адаммын. Баяғы бала кезімнен жинаған кітаптарым бар еді. Тыңдап отырмыз. Мен подписный издание көп, орысша, қазақша, соны қаяққа беруге болады? Бақтыгүл ханым, мінекей. Кітапхананың бізде қазір студиямызда облыстық Әбділда Тәжібаев атындағы ғылыми әмбебап кітапханамыздың сектор меңгерушісі Бақтыгүл ханым отыр. Сізге? Саламатсыз ба? Ол кітаптарыңызды біздің Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық кітапханаға өткізуіңізге болады. Бізде оқырмандарымыз өздерінің жеке кітапханасынан кітаптарын сыйға тартып, біз ол кітаптарды қорға енгізіп, басқа оқырмандарға ұсынамыз. Бізге өткізуіңізге болады. Сый ретінде біз қабылдап аламыз. Жауап, қанағаттандыңыз ба жауапқа? Рахмет, әрі қарай ізбасар өзіңізді жалғастырайық. 7 жыл болды дедіңіз. 7 жылда қанша кітап оқып, оны талқыладыңыздар? Сіздерде мен білуімше оққан кітап талқылайсыздар, Сосын оқу форматтарыңыз қалай сіздерде? Бір кітапты алып, соны қолдан қолға жіберіп оқисыздар ма? Қалай жалпы форматтарыңыз қалай? Жалпы бізде андай клубтардың форматынан сәл ерекшелеу. Өйткені мысалы қарапайым бір жиынға бір кітапты алмаймыз.
Керісінше өзге альтернатива біз тақырыпты аламыз. Мәселен, соғыс жайлы жазылған шығармалар, немесе романтизациядағы әдебиет деген секілді тақырыптарды аламыз. Енді сол жиынға келуші адам өзіне қай сол тақырыптың айналасында кітабын айтты, соны оқып келетін болды. Яғни міндетті түрде осы кітапты оқыңдар, бәрің осыны оқып келу керексіңдер деген міндеттеу жоқ. Соның әсерінен де мен 7 жыл бойы біз кітап оқудан бұрын осы тақырыптарды қамтумен айналыстық десем болады. Ал енді жаңағы кітап оқу схемасына келер болсақ, жалпы өзімнің жеке кітап оқуыма келер болсақ, бұл оқуда бізде басты мәселе, басты планда, фокуста болатын бұл оның бет емес, немесе қаншалықты қазір өзекті деген емес. Яғни көптің таңдауымен жүрсең, кейде адасып та қаласың. Сондықтан бұл жерде ең мықты сарапшы кітап таңдауда, осы кітап оқу схемасында ол уақыт. Харуки Муракамидің Норвег орманы шығармасында кейіпкердің айтатын бар. Мен өзім 40 жылдан асқаннан кейін барып, 40 жыл уақыт сынағынан өткен кітаптарды ғана оқимын дейді. Себебі осы 40 жылдың ішінде, егер ол нақты шедевр болса, ол өзінің өзектілігін жоғалтпай ары қарай да кете береді. Ал егер сол 40 жыл уақыттан аса алмай қалмаса, демек ол мықты кітап деп есептемеймін дейді. Өзіңіз сондай кітаптарды таңдап оқисыз ғой? Иә, барынша сол тарихтың сынынан өткен, уақыттың сынынан өткен кітаптарды оқуға тырысамын. Бестселлерлер дейсіз ғой? Иә. Өте жақсы. Енді жалпы осы көпшілік арасында, халық арасында зумерлер кітап оқымайды деген пікір бар, оған қосыласың ба? Жоқ. Неге? Енді азшылық қой, бірақ оқитындар бар, бірақ азшылық қой. Аз екен рас, бірақ енді зумерлерге оны бағыттап жүру қате болар деп ойлаймын. Жалпы осы 1 жылдың айналасында бізде кітап қорттарында мынандай жаңа толқын басталды. Мен осы клубты жүргізіп бастағаннан кейін бізде аға буын өкілдері бар. Ол кісілерден кейін енді сіз айтып отырған зумерлерді қамту керек болды. Зумерлермен 1 жыл бойы осы тақырыптарға қызығушылық кезінде, иә рас, бізге мәлкім, мен де өзім сол зумердің қатарында ондай солардың атын айта берейін. Толстойдың немесе Марсель Пруст деген француз жазушысының көбелектің қанатының ұшып, гүлге қонған бір 3-4 бет сипаттап отырғаны бәлкім енді қиын шығар. Дегенмен де осы зумерлердің қызығатын кітаптары өзгеше. Бұл енді әлемдік классикадан бөлек, фэнтези жанрлары, әртүрлі мынау триллер жанрындағы фильмдегі драйвты кітаптың ішінде де сездіре алатын жазушылар бар. Әлемдік жазушылар. Осылар өте қызықты. Олар тек мынау мораль тақырыбын немесе құндылық жағына кетіп қалмай, сонымен қатар параллельді түрде мынау кітаптың динамикасын ұстап отырады. Қазір сөзіңізді бөлейік. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Кеш жарық. Сәлеметсіз ба? Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, достарымызға сәлеметсіз бе? Менің есімім Әлмахан. Сізге қояр сұрағым, қазіргі таңдағы кітап қорттары деп отырсыз, 7 жыл болған, құттықтаймын. Сол кітап қорттарының қазір жас балдарға қандай пайдасы бар? Сол жағын айта кетсеңіз. Рахмет сауалыңызға. Иә, өте жақсы Жас сұрақ. балдарға қандай пайдасы бар дейді. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, клубтың егде мүшелері бар деп. Сонда клуб мүшелерінің жас айырмашылықтары қандай жалпы? Егде деген енді қатты таяқ ұстаған кісілер емес. Ол кісілер қазір енді бір орта жастағы. Орта жастың көлемінде. 50-ден асқан? Иә. Жоқ, 50 емес. 50-ге дейін ба? 50-ге дейін. Солай десек болады. Енді Әлмахан бауырымның сұрағына жауап берер болсам, иә, жалпы кітап оқу жеке пайдасы өз алдына, ол неге қоғамға пайдалы? Өйткені ойлана білетін адамдар жалпы бірігу керек. Өйткені ондай интеллектуалды адамдар бірігу арқылы интеллектуалды экожүйе құрайды. Егер осындай қоғамда кітап құрттары сияқты немесе өзге де талқылау алаңдары болмаса, біздің қоғамда қалыптасып тұрған мынау ойларымыз, қоғамдық пікірлер өмір сүруін доғарады. Немесе олар жай ғана естілмейді. Өйткені жалғыздың үні шықпайды. Енді біздің форматта былай. Жастар кітап оқиды, кейіннен осындай талқылау орталарына түседі, ойлары жетіледі. Мүмкін оның ойы қате болар, дұрыс болар, бірақ бастысы ол өзінің сыни ойлауын, аналитикалық ойлауын дамытады. Дәл осылай арқылы біз келешек жастарды өз-өзіне күмәндануға, өзгелерге сұрақ қоя білуге, жағдайды саралай білуге, естіген ақпаратына бірден сенбей, ойланып барып шешім қабылдауға үйретеміз. Өте жақсы.
Енді Бақтыгүл ханым, өзіңізге келсек, енді біздің аймағымыздың ең үлкен кітапханасынан келіп отырсыз ғой. Қазір жалпы оқырмандар қандай кітаптар оқуға сұраныс жоғары оқырмандар тарапынан? Енді кітап оқитын адам өзінің әр кезеңіне байланысты, оқитын адам бұрында болған, оқымайтын адамда болған. Қазіргі жастар трендтегі кітаптар, яғни мотивациялық кітаптарға, қазіргі заманғы кітаптарды көбіне қызығады. Барлығы табысты болғысы келеді, барлығы ақша тапқысы келеді. Ақша психологиясы, Сайдмұрат Давлатовтың кітабы бар ма, Джон Кехоның кітабы бар ма, осындай кітаптарға көп қызығады. Бірақ енді қатып қалған бір не жоқ, классиканы да оқитын жастар бар арасында. Көркем әдебиет. Көркем әдебиетті жақсы оқитын жастарымызда баршылық. Әлем классикасын жақсы оқиды. Сосын жастар әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқиды. Бір қатып қалған бір не жоқ, өйткені бір мотивациялық кітаптарын мүлдем оқымайды. Бірыңғай көркем әдебиетті сұрап келетін жастарымыз да бар арасында. Немесе мен бір пікірталас неге қатысатын едім дебатқа, шешендік сөйлеу өнер туралы кітаптар бар ма деп өзінің бір қызығушылығымен келетін жастарымыз болады арасында. Ондай ол кісілерге біз сол Дейл Карнегидің шешендік өнер, пікірталас өнері деген сияқты әртүрлі сондай дәлелді сөйле деген Хайнрикстің кітабы бар. Осы кітаптарды ұсынамыз. Жалпы барлық жанрдағы кітапқа қызығушылық танытады. Оның ішінде әлем классикасының ішіндегі Джек Лондонды көп оқиды. Соңғы кезде Муракамидің кітаптарын көп сұраныста. Норвег орманын осы соңғы жылдары көп сұрайды. Қазақ жазушыларының ішінде? Қазақ жазушыларының ішінде Дулат Исабековтың осы кезде соңғы кезде сүйекші повесін сұрап жатыр. Тіршілік, Дермене, Қарғын повестері өте жоғары сұраныста. Өйткені мен бұл кітапта, бұл повест кезінде жазылып қойған, біраз уақыт болған шығармалар ғой, бірақ соны жаңағыдай жарнамалау, подкасттар арқылы жастар тыңдап алып, қызығушылығы. Оның ішінде, мысалы, жаңағы сүйекші шығармасында Исабек мынадай аяқтайды да, автор. Ол өлгенде ешкім жыламады. Ол тыныш келіп өмірге, бұл өмірге тыныш кетіп бара жатыр дейді да. Жаңағы бір адамның тағдыры, енді әр адамның тағдыры әртүрлі болады ғой, енді осындай да аянышта адамның тағдыры болады екен-ау деп, әттеген-ай деп көзіне жас алып оқиды ғой енді кез келген. Сол повестер біраз уақыт жатып қалса да, енді осы кезде өзектілігі артып, осы кезде осы повестерді оқып жатыр. Сосын Мұхтар Мағауиннің Шахан шерісін жақсы оқиды, жастар Көк мұнарын. Үлкен кісілер тарихи романдарды, сосын тұлға тануға байланысты тұлғалардың өмір баяндары, сондай естеліктер туралы қызықтырады. Жалпы енді біздің кітапханамыздың қоры қаншалықты халықтың сұранысын қанағаттандыруға әлеует жете ме? Қазіргі таңда біздің кітапханамыздың кітап қоры 434.071 дана кітапты құрайды. Және біз жыл сайын оқырмандардың сұранысын, картотекасын жүргізіп отырамыз. Яғни сұранысы бойынша біз өтініш беріп, барынша алдырып тұрамыз кітаптарын. Кітап қоры өте жақсы толығып отырады. Қанша оқырмандарыңыз бар? Біздің оқырманымыз 32.000-нан асты. Жалпы оқырманымыз. Бір жылда 32.000-ға жуық оқырман тіркеледі біздің кітапханамызға. Осыдан бірнеше жыл бұрын сіздер түнгі кітапхана ретінде де жұмыс жасап көрдіңіздер ғой. Қазір сол жүріп жатыр ма, әлде тоқтады ма? Жалпы түнгі уақытта кітапханаға келетін адамдар бар ма? Мемлекет басшысы осы келелі жиындарда әрқашанда қанша мынау технологияның дамуына, қарқынды дамуына қарамастан, кітапхана мен кітаптың ешқашанда өзінің маңызын жоғалтпағанын, және осы кітапхана ісін ары қарай дамытуды туралы тапсырма беріп, жақында ғана болған құрылтай, кезекті құрылтайда өңірімізде заманауи кітапхана салу туралы тапсырма берген өздеріңіздер, сүйінші жаңалық болды бұл. Яғни біздің қаламызда үлкен заманауи
көп функционалды кітапхана бой көтермек. Және ол біздің өңіріміздің руханиятын жаңа белеске көтеруге, мықты әдеби орта қалыптасып, оның дамуына ықпал етеді деген сенімдеміз. Және ол кітапхананың ерекшелігі тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Біз эксперимент ретінде бір шама уақыт түнгі кітапхана уақытына ауысып жұмыс жасадық, бірақ барлығы қаржы мәселесіне келіп, ол тоқтап қалды. Енді жаңа айтып кеттік, кітап оқу деңгейін қалай көтеруге болады? Бізге кітап оқуды, халықты жаппай кітап оқуға бұру үшін бетін қандай әдіс тәсілдерді қолдануымыз керек, не істеуіміз керек маман ретінде? Жалпы әрқайсыңыз ойларыңыз қандай осы төңіректе? Жалпы мен өзім ойлаймын, кітапты ата-ана бірінші оқу керек деймін. Үйде. Кітапқа жаңа мына жігіт айтқандай, мен сүйсініп отырмын. Олжас айтқандай, кітапты баласына сатып алып беріп, кітап сөресін үйден бастау керек деп ойлаймын. Өйткені мысалы бірінші сыныпқа бірнеше бала келеді. Сол кезде ол бала, үйде кітап оқыған бала, сөздік қоры уже қалыптасқан. Мысалы, бір тапсырманы берсе, ана бала, зерек бала, 1 минуттың ішінде қағып алады да, басқа бала оны 3-4 рет қайталаса қабылдамауы мүмкін. Ол неден? Ол, мысалы, үйінде әке-шешесі кітап оқыған баланың былайша сөйлесіп отырған кезде де уже сөздері, ал кітап оқымайтын жаңағы бірыңғай бір сарынды тұрмыс тіршілік бойынша бітіп, осылайынан кеткен семьяларда балалардың кішкене сөздік қорлары аз болады екен. Мен осы ата кететін дүние бұл ұлттың интеллигенциясы. Интеллигенция әр ұлтта бар, бірақ олар жұлдыз ба деген сұрақ. Мысалы, апайымыз атап өткен жаңа кітаптар бар ғой, қазіргі таңның өзінде де өзекті қазақ әдебиетіндегі. Олардың бәрі өткен ғасырдағы, біздің арғы ғасырдағы жазушы аталарымыздан қалған. Ал енді қазіргі күннің үстінде жас оқырманы оқиын десе, сол өткеннің тақырыптарын оқиды. Жақсы. Дегенмен де бұл бірінші кезекте суреткер осы дәуірдің біз сүріп жатқан замандағы неше түрлі қазір цифрлық дамумен қатар келіп жатқан өміріміздің жасанды интеллект кіріп жатыр. Сол өмірді сипаттайтын әдебиеттерге біз тұтынғымыз келеді ғой. Сол уақытта соны жазатын жазушылар жоқ. Бүлкін бар шығар, бірақ дәл қазірдің өзінде олар біздің айналамызда толып жүрген жұлдыздардай жарқырап жүрген жоқ. Жақсы, сіздің ойыңыз қандай? Бізде эфирдегі уақытымыз таяп қалды. Мен ойымша тағы да бір жасайтын дүние, ол жақында өткен ұлттық құрылтайда айтылды. Кітап оқу мәдениетіне қатысты заң қабылдау, заңды түрде бұл саяси жағы болатын болса, Ізбасар бауырым айтатын, бізде Қызылордада неге фестивальдар өтпейді, неге кітап фест өтпейді, неге бук фест өтпейді, неге ол мәдени астанамыз Алматыда өтеді, ресми астанамыз Астанада өтеді, рухани астанамыз Түркістанда өтеді. Неге тарихи астанамыз Қызылордада сондай фестивальдар өткізбеске? Өткізіп жүр ғой. Ол фестивальдар, мен бір фестивальда болдым, орталық алаңда. Кітап күнінде ғана өтеді, бірақ бізде ол. Ол жаңа науқандық деп айтып жатыр ғой. Сондай ғана да. Оны кәдімгідей 2-3 күнге созылатын орталық алаңда шатырлар құрып, сол шатырлардың барлығына бүкіл Қазақстаннан баспалардың бәрін шақырып, өздерінің кітаптарын сөйлеп таныстырса болады. Сонымен қатар бізде кітап оқуға бір инфрақұрылымдар да дұрыс болу керек сияқты. Мысалы, Европада қарасаңыз, автобуста кетіп бара жатырып, трамвайда кетіп бара жатырып, кітап оқып бара жатады ғой адамдар. Немесе көшеде, саябақтарда деген сияқты. Сол Европада сіз айтып отырған мынандай нәрсе бар. Ақ шаштылар кітап оқып отырады, қара шаштылар телефон шұқылап отырады деген. Сондай статистика бар, қара шаштылар деп отырғанымыз, ол осы біздің азиаттар, ал европалықтар, ақшаштылар, оларда мәдениет қалыптасқанда, біз ол жағынан қатты қалып келатқанымыз, 95-ші орында келатқанымыз соның әсері деп ойлаймын. Біржан, саған сұрақ, енді осы 26-шы жыл басталды ғой, енді басталды. Осы биылғы жылдың ішінде қанша кітап оқуды жоспарлап отырсың? 52 кітап. 52 кітап? Неге 52? Неге? Өткені бір жылда 52 апта бар. Мен бір аптада бір кітап бітіремін. Ой, бәрекелді, жарайсың. Енді Жұмабай Байжанұлы, сіз енді кітап оқудың пайдасы төңірегінде не айтар едіңіз өзіңіздің тәжірибеңізден? Енді кітап деген бұл енді адамның жанның азығы ғой. Ойың дамиды, денсаулығыңа көп пайдасы тиеді. Қазір енді ата-аналардың барлығы
бас болып өзінің балаларына кітап оқу жағына баулу керек. Сол кезде мен мысалы өзім қазір бұрын балаларыма кітаптарды әкеп беріп, олар сол оқып қызығып отырады. Енді немерелерім келген кезде ондай өте қиындау болып қалды жағдай. Бірақ әкеліп берем кітапты. Енді оны қызықтыру үшін мен мынандай тәсілдер қолдандым. Жаңа бірнеше әңгімелер болады, бірнеше ертегілер болады. Сол ертегілерді оқуға берем. Кім ертегіні көп оқыса, соған жаңағы ынталандырып, мақтаймын, болмаса қаржы жағынан көмектесіп, киноға жіберемін, болмаса бір демалып орындарына барып демалуға жіберемін. Үлкен кісілер үшін қандай пайдасы бар? Үлкен кісілер үшін. Үлкен кісілерге енді мына телевизор көргеннен құрашейін болмайтын сотка көріп жатқаннан гөрі ана кітапты оқысаң бір ой өрісің кеңейді. Екіншіден өзіңнің жаңағы бір рахаттан ләззат аласың. Одан кейін сол оққан туралы өзің арғымен қарай соны онан сайын толықтыруға әрекеттер жасайсың деп ойлаймын мен өзім солай. Кітап оқудың пайдасы қандай? Кітап оқудың пайдасы бұл Қысқаша. өзің секілді ойлана білетін адамдар табасың. Сіздің ойыңызша? Кітап оқудың пайдасы, мен ағама қарап айтқым келіп отыр да, қазіргі кезде деменция, альцгеймер деген аурулар жасарып кетті да. Ең бірінші осы аурулардың алдын алады екен. Сондықтан адамның санасы айқындай басылай береді екен да. Сондықтан кітап оқыңыздар деп кеңес беремін. Рахмет студиямызға келіп бүгін ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге. Бізде кітап оқитын ұлт деген үлкен деңгейге көтеріле берейік. Абай атамыз артық білім кітапта ерінбей оқып көруге дейді. Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов кітап аяулы досы боламын бастаған шақтан бастап адам өзін интеллигент болып бастадым деп ойлау керек дейді. Сондай-ақ кітап оқуды қойған адам ойлауды да қояды дегенді де осы ғұламалар айтып кеткен екен. Олай болып болса, кітап оқып көкжиегімізді кеңейтіп жүрейік ағайын. Бұл өмірдің өзі. Дүйсенбіде дидарласқанша аман сау болыңыздар.